إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Аллах Құранда айтқан: шын мәнінде саған кітапты Алланың өзіңе көрсетуі бойынша адамдардың арасында үкім қылуың үшін шындықпен түсірдік. Ниса сүресі 105 аят. Осы күнде әрбір елде конституция деген заңды қабылдау міндетке айналған. Бұдан 2,5 ғасыр бұрын ақш-та пайда болған бұл заң қазіргі замандағы мемлекеттердің ажырамас рәмізі болып қалған. Конституция үкімдері заманға байланысты өзгеріп тұрады. Мысалы, Совет үкіметі кезіндегі конституция дінсіз коммунистердің көзқарасы бойынша жазылған болса, ал қазіргі конституция Біріккен ұлттар ұйымының декларациясына сәйкес жасалған. Конституция барлық заңдардың жинағы, мемлекеттегі ең басты құжат болып есептеледі. Үкіметтің пікірі бойынша ол халықты тәртіпке салатын, бірлікке, әділеттікке жеткізетін құрал. Ондағы заңдардың тізімі жарық келешек уәде етеді. Егер халық осы жолмен жүрсе ғана бақытты өмір сүріп, дәулетті елдер қатарына жетеді деп жар салады. Осындай құлаққа жағымды сөздерді пайдаланып, үкімет өз пікірін радио, теледидар, мектептегі сабақтар арқылы адамдардың санасына сіңдіреді. Конституцияның қадірін көтеру үшін Конституция күні, Конституция айлығы деген мерекелер өткізіледі. Хабарыңыз бар ма жоқ па, бүгінгі күнде Қазақстанда балабақшадағы тәрбиеленушілерге де Конституция үйретіледі. Енді сәбиліктен шыққан, ана сүтінің орнына ботқа жеуді үйреніп жатқан, тілі шықпаған кішкене балаларға Конституциядан сабақ беріледі. Осы жоғарыда айтылған барлық нәрселер тарихи мұсылман халықтарын Аллахтың дінінен бұру үшін жасалынады. Тағуттардың көздеген мақсаты осы бір жаңа куфрдың пікірімен мұсылмандардың ойларын уландырып, бара-бара ата-бабалары ұстанып келген ислам дінінен алыстату. Бұл мәселелер нәтижесінде Аллахтың бұйрықтарын толық орындамай, өз нәпсі құмарына қарай таңдап амал қылып, кәпірлер тізген заңдарды бұзбай өмір сүруді талап етеді. Расында Аллах адамдарға ислам дініне толық кіріп, және оған толық амал қылуды бұйырған. Ислам дінін қияметке дейін мүлдем өзгермейтін дін деп баян қылған. Сондай-ақ Құран және сүннетті басты заң етіп, өзара талас тартыстарды шешу үшін үкім ретінде ең әділетті таразы қылып белгілеген. Ислам шариатынан бет бұрғандарды, Құран және сүннет үкімнен басқасын таңдағандарды Аллахтың заңы бола тұра, өзінен заң шығарушыларды ұлы азап және жаһаннам отымен ескертеді. Аллахтың шариатынан басқа заңдармен үкім қылу адамдарды ислам шегінен шығарады. Құран және сүннетті бір шетке қойып, өздерінің қысқа ақылдарменен Аллах халал қылған нәрсені харам деп, харам нәрсені халал санап, бір кітап жазса, және оны конституция деп атап, оған қарсы болғандарды жазаласа, мұндай кісілердің және оларды қолдап жатқандардың куфры анық куфр болып саналады. Алла тағала Құранда айтқан: сонда егер бір нәрсеге талассаңдар, оны Аллаға, пайғамбарға ұсыныңдар. Егер сендер Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болсаңдар. Міне осы хайырлы да, нәтижеде жақсы. Ниса сүресі 59 аят. Бұл аятта Алла тағала пенделердің әрбір таласудың шешімін тек Құран мен сүннеттен іздеуге шақырады. Егер сендер Аллаға, ақырет күніне иман келтірген болсаңдар деп. Кімде-кім Аллахтың кітабы және оның пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен басқа нәрсеге сүйеніп үкім етсе, оның иманы шынайы болып есептелмейді. Бұл туралы Алла тағала былай деген: саған түсірілген Құранға және сенен бұрын түсірілген кітаптарға сендік деп құр өлшенгендерді көрмейсің бе? Олар тағутқа жүгінуді қалайды. Негізінде оларға оған қарсы болу әмір етілген болатын. Өйткені шайтан оларды мүлде ұзаққа адастыруды қалайды. Ниса сүресі 60 аят. Осы аяттағы тағут деген сөздің мағынасы Аллахтың заңынан басқа өзі шығарған үкімді қолданатын патша. Тағут және оның түрлері жөнінде Ибн аль-Қайым А'ламул Муаққиин деген кітабында былай жазады: пенде өз шегінен шығып, өзін құдай санау тағут деп аталады. Әрбір қауымның тағуты Аллах және оның пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламды қойып, бір кісінің үкімін алады. Аллахты ұмытып, оған сыйынады, итағат қылады және ереді. Әлемдегі тағуттар мен адамдардың жағдайын қарайтын болсақ, көпшілік Аллахқа ғибадат қылмай, тағутқа ғибадат қылып, Аллах және оның пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламның шариатын алудың орнына тағуттың заңын қабылдап, Аллахқа бойсынып және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен жүрудің орнына тағутқа бағынып, еріп жүргендеріне куә боласың. Алла тағала айтады:
Олар ғалымдары мен машайықтарын және Мариям ұлы Исаны Алладан басқа тәңір қып алды. Негізінде олар бір тәңірге ғана құлшылық қылуға бұйырылған болатын. Өйткені одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол олардың қосқан шерігінен пәк. Тәубе сүресі 31 аят. Яғни, кітап иелерінен болған христиандар өздерінің дін басшыларын, ал яхудилер болса қол басшыларын Аллахтан өзге құдай қылып алған еді. Олардың басшылары Аллахтың дінін өзгерткен еді. Аллах харам қылған нәрсені халал санап, халал нәрсені харам етті. Христиан және яхудей қауымы болса, сол өзгерістерді қолдап, Аллахтың үкімін тастаған еді. Сондықтан олар мушрик болды. Ибн Касир Бидая ва Нихая кітабында былай деген: кімде-кім соңғы пайғамбар Мұхаммад ибн Абдулла саллаллаху алейхи вассаламға вахимен түсірілген шариатты тастап, қайтарылған шариатпен, Таурат, Инжилменен үкім жүргізсе, кәпір болады. Енді ясақ деген жалған кітаппен билік жүргізіп, оны ислам шариатынан жоғары қоятындар жөнінде не деуге болады? Кім солай қылса, ғалымдардың бір ауыз шешімі бойынша кәпір болады. Ясақ, моңғол татарлардың патшасы Шыңғысхан әртүрлі діндерден жинап жазған заң кітабы. Шейх Мұхаммад Салих ибн Усаймин былай деген: әділ кісі өзінің қол астындағыларға әділетті болған кісі. Ол өз халқын Аллахтың шариатымен басқаруы қажет. Себебі одан басқа дұрыс әділет жоқ. Алла тағала айтады: Аллах әділетке және жақсылыққа бұйырады. Кімде-кім өз халқына Аллахтың шариатынан өзге нәрсемен билік жүргізсе, ол әділеттік қылмаған болады. Керісінше, ондай адам кәпір болады. Аллах біздерді ондай болудан сақтасын. Алла тағала айтады: кім Алланың түсіргенімен үкім етпесе, міне солар қарсы болушылар. Маида сүресі 44 аят. Егер басшы өз халқына шариатқа жат заңдарды жария етсе, және сол орнатқан заңы шариатқа жат екендігін білсе, және ол адам мен осы заңнан бас тартпаймын десе, ол кәпір болады. Ол адам намаз оқыса да, садақа берсе де, ораза тұтса да, қажылыққа барса да, Аллахты зікір етсе де, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам елші екендігіне иман келтірген болса да кәпір болады. Бұндай кісінің мұсылман халықтарының басшысы болуға тыйым салынған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірде-бір қауым Аллах түсірген нәрседен өзге нәрсемен үкім жүргізсе, Аллах оларға бақытсыз өмір беріп қояды деген. Әлбетте, стан-стан болып ұлттық мемлекеттерге бөлініп кеткен, жалған заңдармен басқарылып жатқан елдердің басына түскен қайғы қасіреттің басты себебі осы болып табылады. Ислам шариатының үстем болмауы кәпір залымдарға кең жол ашып береді, күнәлардың жайылуына себепші болады, халықтың байлығы таланады. Аллах берген табиғи қазыналар әділетсіз бөлінеді, сауда-саттық қатынастар арамдалады, шариатта жоқ салық төленеді. Ең жаманы, халықтың тіршілігінде көп қиыншылықтар пайда болады, фитналар көбейеді, жазықсыз қан төгіледі. Құранға иман келтіру, ондағы заң қағидалармен өмір сүру деген сөз. Құран Аллахтың пенделеріне жіберілген сөз. Қиямет алдындағы ең соңғы бұйрық, ислам дінінің хақ кітабы деп иман келтіруіміз қажет. Сонымен қатар, Аллахтың әмір бұйрықтарына бойсынып, және оларға амал жасауымыз қажет. Яғни, кімде-кім Құраннан басқа нәрсені үкім деп санап, мен Құранға иман келтірдім деп жария етсе, оның бұл сөздері жалған болады. Құранды бөлшектемей, толық ұстану уәжіп болады. Барлық жағдайда, ақидада, ғибадатта, тұрмыс-тіршілікте, әдет-ғұрыпта, Құран және сүннетке лайық амал қылуға міндеттіміз. Алла тағала айтады: сендер кітаптың бір бөлігіне сеніп, бір бөлігіне қарсы келесіңдер ме? Бақара сүресі 85 аят. Құранмен бір қатарда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерді ислам шариатының негізі болып есептеледі. Алла тағала бұлай деген: Раббыңа серт, олар өзара таласқан нәрселерінде сені би қылып, сонсоң берген билігіңнен көңілдерінде ақау таппай толық бойұсынғанға дейін момын бола алмайды. Ниса сүресі 65 аят. Адамдар бүкіл өзара таласқан нәрселерінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды әкім қылмаса, имандары толық болмайды деп Алла тағала өз атымен ант етеді. Егер адам иманды, әділеттікті, шыншылдықты жария етсе де, Аллахтың елшісін барлық істерінде өзіне қазы қылмаса, Аллах жіберген нәрсемен үкім қылмаған болады. Басқа кісінің жолы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолынан гөрі толығырақ, үкімі оның үкімінен жақсырақ деп ұстанған адам кәпір болады. Тағуттардың заңдарын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үкімінен абзал көрген кісілер де осы бұзақылардың ішіне кіреді. Иманда жария қыла тұра, Аллахтың кітабынан және оның елшісі саллаллаху алейхи вассаламның сүннеттерінен шыққан ислам шариатын тағуттың жалған заңдарына ауыстырған конституция, парламентшілдік, демократия, республикашылық сияқты исламға қарама-қайшы жолдарға адасқан қауымдардың үстіне қорлық, қараңғылық және Аллахтың лағнеті болады.
Шынында, адамдар жазған заңдар тарихи тәжірибеге, философия ғұламаларының пікіріне, жалпы адамзат әдеп ғұрпына сүйеніп жазылып, бір ауыздан қабыл болған болса да, Аллах тарапынан нәсіпсіз болып қате кемшіліктері көп болады. Адамдардың ойдан шығарып жазған заңдардың өмірі қысқа, әр уақыт толықтырылуға мұқтаж, бір топқа үстемдік, ал басқа бір топқа зұлым беруші болады. Алла тағаланың айналадағы табиғат үшін жаратып қойған физика, химия, биология, тағы басқа заңдары толық. Олар ғылыми зерттеулер арқылы анық болды. Соларға ұқсас шариат заңдары да қиямет күніне дейін адамдар қауымын Аллах белгілеген өлшемге салушы, ең әділетті және кемшіліктерден пак болған тәртіп қағидалар.